бүйтіп аяқ киіміңізге қарап қоямын, қандай күшті. Бойым 1.77, салмағым 67, аяғым 41 размер. Ал мен ырбыңды маған кім ырбыңдайды? Женканы қолынан түсірмейді. Менің бірінші мамандығым тракторист, машинист, широкого профиля. Үйленуге келген кезде жігітім торымыз берді ғой. Түсімде алып кетті, сосын іштей ойладым, алып кетеді бәрібір апамды деп. Мен іштей дайын болдым. Сіз немерені күттіңіз ғой? Әрине күттім, иә. Бірақ қайтеміз. Көңіліңді жылап сұрақ дейме. Менің заңымды қабылдағысы келмейтін адам, ол менің мемлекетімнен бөлек тұрсын. Әңгіменің қызығы енді басталайын деп тұр. Ал Жеңіс ханым, біздің жаңа бағдарламамызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, өте қуаныштымын. Анна, мен әрдайым саған риза боламын. Ізденісте жүретін журналистсің. Әрдайым бірдеңелерді ойлап жүресің. Сондықтан да осы жаңа бағдарламаңа шығармашылық табыстар тілеймін. Көп рахмет. Біз сізбен енді ақылдасып келгендей бір түс таңдаппыз. Енді бір ауылдың қыздары ойымыз бір ғой. Жоқ, әлде көңіл күйіңіз дәл осындай болып тұр ма? Бүгінгі образыңызды қалай таңдадыңыз? Мен негізі кішкентай тіпті біреуді құттықтауға да бір видео керек болатын болса, сол бір жарасымды болып тұрса екен деп ойлаймын әрдайым. Саған келер кезде де не кисем екен деп ақ бадаласка, көк бадаласка бәрін киіп көрдім да. Сосын қазір осы түстер биыл сән үлгісінде осы түстер ғой деп осы түсті киіп келгенмін ғой. Мойыншағыма да подсвет болсын деп, сөйтсем сен де соны киіп келіпсің. Жақсы ғой, ойымыз бір жерден шығып жатқан. Иә, енді сіздің әшекей бұйымдарға да құмар екеніңізді мен білемін. Жаңа сұхбаттың алдында да өзіңіз айтып қалдыңыз, бүйтіп аяқ киіміңізге қарап қоямын, қандай күшті. Туфли киіп көресің де емес енді мен аяқ киім. Өзім аяғы мынандай мақал бар ғой бір. Аяғы кішкентай сүйгенің кет, аяғы үлкен сыйғаның кет дейді. Мен аяғыма не сыяды, соны киемін енді. Қиын ба негізі табу? Өте қиын. Өте қиын, өйткені мен жалпы европейский стандарт қызбын да. Бойым 1.77, салмағым 67, аяғым 41 размер. Сол 41 размерді бізде көбінесе бізге келетін аяқ киімдер түріктердің тігетіні, қытайлардың тігетіні. Оларда менің размерім болмайды, 41 размер. 41 размер болған жағдайда да оның несі келмейді маған. Мен сол немістердікін, итальяндықтардікін киемін да. Жоқ, енді күнделікті өмірге енді түсінікті ондай көп қой, қай жерден болса да тауып іздеп болады, табуға. Ал мысалы сахналы образдарға келген кезде жарайды, көйлектеріңізді біреуге тіктіртерсіз, болмаса дайын сатып аласыз. Ал туфли мысалы жылтыраған бір аяқ киімдер керек болады ғой. Мен жылтыраған аяқ киімді былай жасаймын. Жаңа немістердің ыңғайлы аяқ киімдерінің кішкене ғана өкшесі барын аламын, өйткені маған қатты өкшенің қажеті жоқ. Кішкене ғана өкшесі барын аламын да, соған тастарды өзім жабыстырып аламын. Сондай өнеріңіз бар ма? Енді не істейсің енді? Ал оны кимесең тағы болмайды. Сосын маған ақ түстілерге бір ақ аяқ киім, көк түсіге бір көк аяқ киім, қара аяқ киім, 3 аяқ киім жетеді, бір 10 шақты жыл соны киіп жүре беремін. Мен аяқ киіммен ауырмаймын, өйткені аяқ киіммен ауырайын десем де мен оны таппайтынды білгендіктен мен онымен келіскенмін. Сосын барымен базар жүре беремін. Сахналы аяқ киімдерді мен сол 10 жылда бір ауыстыратын шығармын. Өйткені 5 минутқа киіп шығамын сахнаға, болды. Балалық кезіңізде, мектепте оқып жүрген кезде де дәл сондай қиындықтар болды ма? Киімге келген кезде, аяқ киім? Кішкентай кезінде өсесің ғой енді, дем арасында әпкелерімнің аяқ киіміне жетіп қалып. Сол енді. Бой жеткен кезде, сол 17-18-ге барғанда аяғым сол 40-41 болған кезде басталды проблема. Қазір енді кейде 42-ші размер киіп қаламын, маломеркілер болып атса. Ерлердің дүкендеріне барасыз ба? Қызығын айтайын, ақ кроссовки іздеп таппадым. Сосын құрсыншы дедім, ерлер жаққа бардым. Қарасам, әдемі ақ кроссовки тұр екен. Алып алдым өзім. Енді
не істеймін жоқ болса. Ал енді спорттық аяқ киімдер ол әйелдікі, ер азаматтікі ұқсас келе береді ғой дедім, киіп алып. Және балалық кезіңізді еске алып жатырмыз ғой. Біздің бағдарламамыздың аты «Талантым, тағдырым». Және енді біздің бағдарламамыздың алғашқы және дәстүрлі сұрағы, сіздің талантыңыз тағдырыңызға әсер етті ме? Міндетті түрде. Жалпы мен өнебе айтып жүремін, сол бала кезімнен есімді жиғалы айнаның алдында ән айтып тұратынымды. Сол әпкелерімді айтып жатады, сен туылғанда көп жылайтынсың дейді. Сонда бір апамыз айтып еді, ой, мына қыздың аузы үлкен көп жылайды екен, ана қыз әнші болады деп айтқан екен. Сол кішкентай кезімде ән айтамын, айқайлап кешке дейін ән айтып жүрем. Сонда алдымдағы марқұм иманды болсын әлі деген ағам болды, онан кейін жаңағы Малик ағам. Сол екен, Женка, аузыңды жапшы деп айқайлайды екен маған. Мен тыңдамай өлеңді айта берем. Сонда әкем марқұм айтады екен, тиіспеңдер менің қызыма. Әнші болса, несі жаман әншіліктің? Роза Бағланова, Алла Пугачева сияқты болса деп. Солай әкем сол кішкентай кезімнен маған сенім артып, жалпы айтады ғой, жақсы ойлау керек, баланы жақсы тәрбиелеу керек. Баланы еврейлер айтады екен. Бала, сен кереметсің, сен ақылдысың, сен білімдісің, сен таланттысың деп еврейлер солай тәрбиелейді екен деп. Соған қарағанда менің де әкемнің де бір еврейге қатысы болды ғой деп. Әкем жалпы қазақ айтады ғой, жақсы сөз жарамырыс дейді. Сол әкемнің менің қызым бәріңді басып озады, менің қызым әнші болады, менің қызым керемет болады деп сол кішкентай кезімнен маған жаңағы айта берген болу керек. Сол Аллах тағаладан келген жаңағы сүтпен келген мінез, сүтпен келген өнер болу керек. Мен ес білгелі аузымды жаппай ән айтып жүрсем. Сол енді әкеміздің батасы бүгін енді біреуден ілгері, біреуден кейін осы өнердің ортасында жүрміз. Менің семья құруыма да осы өнерім себеп болған. Барма маған ғашық адам бір жерде, мен туралы ойланама түндерде. Өкінеме өзін өзі кінәлап, маған қайта жолықпасын білгенде. Барма сол жан, мен білмеймін жоқ па әлде, жолығуға асығама көктемде. Тілдесуге қаймығама қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде, төмен қарап мен қасынан өткенде. Ақ сүтке малып алып қанатын, анда-санда жұлдыз ғана ағатын. Ай сәулесі арасынан теректің, екеумізді оңай тауып алатын. Барма сол жан, мен білмеймін жоқ па әлде, жолығуға асығама көктемде. Тілдесуге қайранарым қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Барма сол жан, мен білмеймін жоқ па әлде, жолығуға асығама көктемде. Тілдесуге қаймығама қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде, төмен қарап мен қасынан өткенде.
бір ауылдан екенін білем. Біз сізбен бірақ енді сіздің жаңа бауырларыңыз туралы көп мәліметтер жоқ. Бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, үйдің кенжесімін, еркесімін деп. Сол айтып өтсеңіз, анаңыз, әкеңіз немен айналысқан кісілер? Менің әкем өмір бақи қара жұмысшы болған. Мен ес білгелі әкем кәдімгі шопыр, ауылдың шопыры. Анам мен ес білгелі бір мекеменің ақша санайтын не дейді? Экономист, бухгалтер. Қазір не дейді өзі? Финансист, короче. Ең қызығы, менің анам да ән айтады. Ес білгелде әкем мен анам достарын басын қосады. Бір 7-8 семья болатын. Бір демалыс біздің үйде болса, келесі демалыс тағы бір үйде, одан кейінгі демалыс тағы бір үйде. Сөйтіп ол кісілерде сондай жиын болатын. Сол кезде олар ән айтып, домбырамен, сырнаймен би билеп, ол кезде ночной клуб жоқ, мысал үшін да. Сосын айына бір рет индийский кино келсе, мама мен папам сол кинода жүреді. Негізі әкем мен шешемнің жастық шағы жақсы өткен. Бұрындары отырыстар көп болушы еді ғой? Отырыстар, иә. Сол отырыстарда жаңағы домбырамен ән айтып би билеп жатқанда менің шешемнің ән айтатынын білемін. Жалпы мен айтып отырмын ғой, есімді білгелі шешем мені ұйықтатқанда әндетіп ұйықтатады, тербеткенде. Сол менің ең алғашқы естіген әнім, есімді біліп, құлағымда есту қабілеті дамып бастағанда естігенім. Теңіз болып толқыныңда шалқыдым, айданында айдың көлдің қалқыдым. Білмеймін, сөзін өтірік айтып отырмын ба? Алтыным деген ән, Әсет Бейсеевтің. Алтыным, алтыным деп шешем мені алтыным деп тербетіп отыратын. Содан кейін ес біле келе мамам тербетіп бауырына басып ұйықтатқанда, мама алтынымды айтшы деймін, сол алтынымды айтады, сосын ұйықтайтын. Әкем таңертеңгісін әкем келіп тербетіп, маңдайымнан сүйіп, арқамнан қағып, иіскелеп, оятпайынша тұрмайтынмын. Одан әкем келу керек, одан анам келу керек, екеуінің махаббатынан кейін барып мен төсектен тұруым керек. Ал егерде шешем таңертеңгісін жаңағы шайын қойып, анау жүріп, енді маған келуге қол тимей қалса, мен пока ол келмейінше жата беретін, сондай бір қырсықтығым бар еді. Сосын таңғы шайда отырған кезде әкем мен шешемнің ортасындағы орын бос болу керек. Менің алдымда екі ағам болған, жаңағы әлі қазір ол дүниелік болып кетті. Малик. Сосын Анар Гүлнар. Анар үлкен, 60-тан асып отыр қазір. 4 баласы бар, 3-4 немересі бар. Онан кейін Гүлнар, онан кейін Алик, осын Малик. Әлі мәді ғой негізі, кейін советский молодежь Алик-Малик болып кеткенде. Сосын мен ең кенжесі. Мен көбінесе 2 бала ойнататын мені, 2 ағам. Анар мен Гүлнар, олар енді менен 10 жас үлкен ғой екеуі. Біреу 8 жас үлкен, біреу 10 жас үлкен, сонан кейін Алик 5 жас үлкен, онан кейін Малик 3 жас үлкен, ең кенжесі мен. Сонда ана қызды ойнатыңдар ай дейді. Сосын мініп алам ол екеуінің үстіне. Екеуін, марқұм иманды болсын, нағашы ағам болатын үйде. Мамамның інісі. Сол кісі бір күні мені, ана 2 баланы ат қылды да, мені үстіне отырғызып қойды да, цирк ойнатты. Ана екеуі шабат, мен бір аяғым бір ағам үстінде, бір аяғым бір ағам үстінде, ағам ұстап жүреді, анда нағашы ағам. Сөйтіп біздің женка циркач дейді, айда 2 ағамның үстіне секіріп жүретін. Содан бәле болды. Ана 2 баланың үстіне менем де бейтін шығарам ғой екеуінің. Аналар шаршайды, ат болып. Ойбай салам, мен атқа мінгім кеп тұр деп. Сөйтіп 2 ағам қазір күлем. Кейін өсе келе, жалпы мен балалық шағым өте бақытты баламын мен. Жаңағы мамамның, папамның қыдыратын достары бар ғой, бірге тусоваться ететін да. Олардың барлығында менің ағаларым мен апаларыммен қатарда балалары
мен қатарлы бала жоқ оларда. Сіз жалғыз алып Жалпы жаңа 7-8 семья ішіндегі кенжесі менмін. Мария деген көршім болатын, Мария апам. Ойбай, ана Мария келе жатыр дегеннен мен тығылатын, жүктің артына тығыламын. қорқасыз ба? Мені сүйгенде тістелеп сүйіп шымшылап кететін. Ойбай ет салатын мен. Мария келе жатыр дегеннен қашатын. Жек көретін тұғамын. Бұлшылдатып бетімнен сүйгенде. Содан Сәуле мен Роза келеді, серіктер келеді. Мына жерде тағы апалар бар. В общем, солардың ортасының, солардың ортасындағы, енді былай қарасаңыз, Мария бар, Сәуле бар, Роза бар, Гүлнар бар, Анар бар, Алик бар, Серік бар. В общем, 7-8 баланың ішіндегі ең кішкентай мен, ал мен ырбыңдамағандығым ырбыңдайды. Женканы қолынан түсірмейді. Женка біздің әнші, Женка біздің әртіс, өлең айтшы десе, мен мәз, соғаларға өлең айтып берем, олар мәз мені әптен жаңағы алақандарына салып, сіз де соны пайдаланасыз? Мен де солары бірақ ондай қиын екен. Есейіп, бой жетіп, мына өмірге келгенде, ана розовый әшкейің түскен кезде, адамдардың бәрі сені жақсы көре бермейді екен. Көрсететін еркелігіңді көрсете алмайсың. Оны қашан түсіндіңіз? Қашан түсті көзілдірігіңіз? Оқуға келген кезде де мен өз-өзімді еш уақытта бермейтінмін. В обиду. Қаласың. Ешкімге өзімді ренжітуге мүмкіндік бермейтінмін. Кешіріңіз деп жауап беруге дайын тұратынмын. Төбелесіп кететін кейде. Сол ағаларыңыздың тәрбиесінің ортасында өскендіктен екен? Мүмкін. Өйткені сосын менің Малик ағам спортсмен ғой. Спортсмен, ол мен Алматыға оқуға кетіп жатқанда айтатын. Ой, ең қызық айтып берейін сізге. Мен 15-16 жасымда, 15 жасымда Малик ағам армияға кетті. Кәдімгі өзінің отан алдындағы борышын орындауға кетті. Содан мен училищеде ән айтам, сосын бойым ұзын болғасын, мені жаңа спортшылар қызығады менің бойыма. Баскетболға шақырды мені, волейбол, баскетболға барам жаңа. Содан хат жазамыз күнде хат жазам ағама, армияға. Мен бүгіні осында жаттығу аша алып, мен осында баскетболға баратын болдым, волейболға баратын болдым деп жаңа. Сөйтіп жаңа хат жазам ғой, сөйтсем жаңа ағамның жазатын оған. Женка, баскетболға барма, ертең бойың өсіп кетіп күйеуге тие алмай қаласың. Сол есімде сондай хат жазатын ағам. Содан баскетболды қойдым, өйткені үйде үлкен әпкемнің баласы болды біздің үйде, мамам бауырына басты. Үйде кішкентай бөпе болды. Мүмкін шықпай қалғанда қорыққан шығарсыз. Үлкен әпкем екінші бөпесін көтеріп қойды да, бірінші бөпесін емшектен шығару үшін біздің мамамдарға әкеп берді. Мамамдар менен кейін бала көрмеген. Әкем мен шешем сол балаға жабыссызда қалды. Нұрбол. Немере жиенім ғой енді. Ол енді оған жиен десең, енді оған шешемізден таяқ жейміз. Қазір Нұрбол, шешемнің кенжесі сол болды қазір енді. Сөйтіп менің статусымды алып қойды Нұрбол. Содан баскетболға баруды қойдым. Ағам барма дегеннен кейін сол әнімді айтып жүрдім. Сол ән айтым, ағам армиядан келіп, мен ауылдың бірінші звездасымын жаңа. Ауылдың таныс площадкасында өлең айтамын. Менің ауылымда менсіз концерт өтпейді. Тереңөзекте. Қызылорда облысы Тереңөзек ауданы болады. Айтып қояйын дейсіз ба? Сол Тереңөзекте менсіз концерт өтпейді, менсіз танысы өтпейді жаңағы. Би алаңында ән айтып жүрем. Ағам да ұзын баскетболист болды. Өлең айтып тұрам, ағам тұрады андай жерде. Бәрі ауыл билеп атады. Өлең айтып болам ғой. Ағама қарайым, ағам бүйтеді дейді. Алдына түсіп алам, мен үйге кеп кіргізеді де, өзі қыздармен қыдыруға кетеді. Сондай болған. Содан жаздың күні масаханада ұйықтаймыз. Балдардың бәрі бір масаханада ұйықтаймыз. Қыздар жатады, мен жатам, сосын Малик жатады, сосын Алик жатады. Сонда жатар кездегі екі ағам бұлшылдатып бетімнен сүйеді. Көкем-ай деп жаңағы. Құшақтап. Сонан әдет қалмайды екен. Мен бой жеттім. Ағам армиядан келді. Соған дейін еркелетеді. Түнде қыздармен қыдырып келеді. Мен ұйықтап атсам келеді да, менің құлағымды сипап, бетімнен сүйіп барып ұйықтайтын. Сондай ерке қызы болдым мен. 18-ге келгенше еркелетті ғой енді.
18-ге келгенде әкем ауырып аяқ астынан 2 айдың ішінде әкем 56 жасында өмірден өтті де кетті. Сол кезде есейеді екенсің. Сіздер дайын болған жоқсыздар ма? Жоқ әлде қалай болды? Мысалы, біраз уақыт ауыратын кісілер болады. Біраз уақыт ауырған жоқ, ол кісі 56 жасында, ол кісі жас жігіт сияқты көрінетін. Менің күйеуім ұқсайды, кстати, менің әкеме. Мүмкін күйеуімді әкеме ұқсағасын таңдаған болармын деп ойлаймын. Сөзі аз, жұмысқа барып келеді. Ол кісінің мақсаты тек балалардың тамағын тойдырып қою. Өзі аңшы болатын, балықшы болатын. Әкем ауырып бастады. Соны бір күні ойламайсың ғой, әкең өліп қалады деп. Бір күні жаңа Нұрболды тастап кете алмай тұрым. Әкем таңертең поликлиникаға кеткен ғой, ауылдағы больницаға. Сонан енді мен сабаққа баруым керек. Түсте баратын сабаққа. Әйтеуір баланы тастап кете алмай тұрып, сөйсем, әкем келе жатыр екен, папам келе жатыр екен деп жолға шығып қарап тұрым. Жақындап келсем, папам, папам, мен сені танымай қалдым ғой деймін да, сөйтсем. Танымай қалған емес деп, папам бір түрлі болып қалды. Сөйтсем, әкем азып кеткен екен. Күнделікті күнде көріп жүргенде байқамайсың ғой. Енді күтіп тұрмын әкемді. Қарасам, папам қасыма жақындап келген қаза. Папам, мен сені танымай қалдым ғой деймін. Сол әлі есімде сонда папам жүрегіне бір түрлі болып, танымаған нес деп. Сол кезде ол түсінді ғой деймін, өзінің азып кеткен. Ұзын кісі болатын, мен сияқты. Мен әкем сияқты ұзынмын негізі. Ұзын кісі болатын кетіп, жүргенде де осылай жүретін. Өте білімді болды. Мен әкемді даланың академигі деп айтар едім. Өзінің 56 жасынан да дүниеден өтсе де, ол кісі бізге берерін беріп, айтарын айтып, кәдімгідей ауылдың аузында, елдің аузында қалды. Өйткені ол кісі көп нәрсе білетін. Сонда менің шешем айтып отырып, Аллаға шүкір, шешем бар ғой қазір. Сонда жас кезінде айтатын ғой, әкем көп нәрсе білетін. Сонда айтатын, ай, әттеген-ай. Оқи алмай қалдың ғой, оқысаң министр болатын адам едің деп. Әкем енді 13 жасынан бастап бүкіл әулетін асыраған адам. Оның алдындағы Сәрбөр әкем, Қойшыбай әкем барлығы соғысқа кетіп қалған кезде, менің әкем сол өзінің жеңгелерін, өзінің ауылдастарын, туған туысқандарын асыраған. 13 жасынан бастап қолынан мылтық алып, охотамен сол семьясын асыраған кісі, өзінің әулетін. Біраз енді кісілер сондай бір үлкен жасқа келгеннен кейін ауыртпашылық түсіргісі келмейді ғой өзінің отбасына. Бала шағасы көрмесе екен, қиналғанды, төсек тартпасам екен деген сияқты. Сіздің әкеңіз жаңа айтып жатсыз ғой, бар болғаны 1-2 айдың ішінде жоқ болды деп, ол дүниелік болып кетті деп тұрсыз ғой. Иманды болсын. Сол өзінің кеткен күндері, соңғы күндері қандай еді? Ол кісі больницаға жатты ғой енді. Больницадан келген кезде ол кісі уже больницадан шығарды болмайды деп. Сол кезде үйге кірген кезде, әлі есімде кіріп келеді, бүйтіп, жан-жағына қарап кіреді. Сол кезде папам, біздің қазіргі шешем отырған үй ғой, соның жаңа бір бітпей қалған жерлері бар тұғын. Ауыздағы бөлменің бір бітпей қалған жерлері бар тұғын. Сол бүйтіп, қарап келді, кірді. Сосын Алик ағам, не папа, жұмыс бітпей қалады деп уайымдап тұрсың ба? Ничего, көктемде Алла берсе бітіреміз ғой деп сөйледі. Ал қыс болатын ол. Сол кезде сол жатқаннан жатты әкем. Мен өзім қолымда кетті. Қасында отырдым мен. Қасында отырдым. Уже төсек тартып жатып қалып, бірақ қасында отырған кезінде жүрегі мықты екен. Уже тілі келмей қалды, бірақ қолына қыса берді, қайта қолына қыса берді. Мен түсіндім енді. Барлық бүкіл несін айтып жатқан. Көзіме қарайды, тілі байланып қалып, бірақ қолымды қыса берді. Мен түсіндім. Уже 18, мен түс көретінім бар айтпақшы. Түс көретінім бар, папам кеп не алды, сосын кетер кезінде бір еңсесін көтерді. Еңсесін көтеріп, әдемі болып кетті. Еще мамам қуанды. Ой, папам тәуір болды. Жүзі әдемі болып, кәдімгідей жақсы болып қалды. Реңі кіріп қалды. Папа енді аяғына тұрып кетеді шығар. Врачтар ештеңе білмейді.
енді жақсы болады деп жаңағы врачтар бұған сенім артпай шығарып салып еді, шығарып жіберіп еді больницадан. Папаң жақсы болды. А мен түс көрдім. Түсімде алып кетті папамды. Түсімде алып кетті, сосын іштей ойладым, алып кетеді бәрібір папамды деп. Мен іштей дайын болдым. Мен 18-дегі қыз баламын, сонда кейде ойлаймын, мен оказывается ерке болғанмен де ақылды жынды болған екенмін ғой деп. Білдім әкемнің кететінін, мамама қарадым да, дедім. Іштей бірақ кеткен кезде де қолымнан қатты қысты. Сол сәтте сіз әкеңіздің қасыңыздан қалай табылдыңыз? Мысалы, білмейді ғой ешкім қай уақытта, қандай минутта, қандай сағатта енді папам ауырып жатыр ғой төсекте. Сіз үйде болдыңыз? Мен үйдемін. Кезек қасында тұрмын. Ол су ішу керек, ол тамақ ішу керек. Ал шешем далада тамағын істеп тірлігін жасап жүргенде мен отырамын қасында. Ағаларым жұмыста. Бір ағам ол кезде Қарағандыда оқуда болатын. Апкем оқуда болды. Ана әпкем күйеуде болды. Әпкемнің біреуі оқуда, ағамның біреуі оқуда, бір ағам жұмыста. Сол үйде, сол Алик екеуміз ғана. Алик жұмыста болды. Кешке қарай кетті ғой папам. Алик жұмыстан келгенде айттым, Алик папа уже кетейін деп жатыр деп, қойшай деп. Айттым, Алик сен енді жігітсің ғой деп. 5 жас үлкен ағама. Мамам далада тірліктер жасап жүрді әйтеуір. Мамам далада кір жуып жүрді. Өйткені папамның киімдерін, нелерін, енді ол кісі кейде тамақ қабылдамай қояды, сондай кезде салфетка бірдемелерін жуып жүрді мамам далада. Сөйтіп, мамаң шақыршы деді. Сосын, мама қазір келеді, не болды папа деп едім. Мамаң шақыршы деді, не істеп жатыр? Сенің ана салфеткалерің жуып жатыр, орамалдарың деп едім. Жумай-ақ қойсын болды, керек емес енді деді. Сосын мен, бұл кісі де білді ау дедім. Короче, әңгіменің қысқасы біз папам екеуміз білдік. Мамам шақырды, мамам келді. Не болды? Сен не, мен қасыңда отыруым керек па? Менсіз деп сөйтіп еді. Сосын мен кетіп қалдым далаға. Сол кезде мамам айтқан болар бірдеңелер. Сондай жағдай. Өзіңізге ештеңе айтпады ма? Қасыңызда отырып? Маған айтып үлгермеді. Мен келген кезде папам тілі байланып қалды. Тек қолымды қыса берді да, көзінен бүйтіп жас кетті. Сондай болды. Сіз ештеңе айтқан жоқсыз ба? Не айтамын? Ештеңе айтпадым. Мен жылап отырдым, бүйтіп көзіне қарап. Анаңыз? Анам да Әкеңіздің кеткені өзіңіздің отбасыңыз үшін қаншалықты ауыр болды? Өйткені ешкім білмеді оны. Жап-жас жігіт. Ұлдар енді ес жиып жатыр. Кейін бір мал сою керек болды. Ағаларым қорықтан аны союға. Білмейді. Өйткені өнебей папам жасап жүрген ғой. Сосын енді 50-ден асқан жігіт бүгін ертең өліп қалам деп ойламайды ғой. Көрсетіп үлгермеген болу керек. Сосын ана балалар оқуда болды. Үлкен ағам оқуға барып кетті, жұмысқа шығып кетті. Одан ана бала оқуға кетті. Күнделікті кім ойлайды ондайда? Сол кезде ойладым, баланы кішкентай кезінен бастап бәрін айта беру керек. Неге? Әкем негізінде бәрін жасайды, бірақ енді ағаларымның өзі балалықпен қарамаған шығар деп ойлаймын. Негізі мен өзім әкем бірдеңе істеп жатса, жағаласып қасында жүретін тұғым. Мен мысалы шеге қағуды, бұрауды, еркектің жұмыстарын жасай беремін. Неге? Өйткені мен жағаласып әкем қасында көп жүретін. Сондықтан да кейде, мысалы әкем ет тұздап жатқан кезде тағы жағаласып қасында отыратын. Оның қанды әрінің өзінің жігі-жігімен бөліп, әрбір сүйектің жігін келтіріп, соның бәрін кейде тіпті әкем бірдеңе жасап жатқан кезде басым менің мына жерде тұрады екен. Басың тарт, мен көрмей қалдым деп жаңағы сондай жағаласып жүретін. Мүмкін мен ағаларым өзі именно сол мал союға келгенде балалық жасады ма білмеймін. Сонда шешемнің жылағаны бар, Құдай-ай, балаларға ештеңе үйретпей кетіпсің ғой деп бір папама сөйлегені бар. Мен айттым, болды қызы, жай. Енді о дүниедегі шалыңа сөйлеп,
не болды саған деп. Сонда жаңа бір ашумен айтып қалған кезде ойладым, балдар, сендер өздерің неге үйренбедіңдер деп. Сондай жағдайлар болғаны. Жаным, өзіңді ойлап, терең сезім бойлап, тербеп таңғы самал, жүрек сен аңсаған, егілгенде елжіреп, көңілімде мөлдіреп, ән жұмоншақ көзімде тұрды тонып, сол моншақты сағыныш сезіміндей белгідеп, тағып жүрмін мойныма алқағылып. Өзің едің ардақ, көңіл құсым самғап, айтам саған ғана жаным әнімді арнап, егілгенде елжіреп, көңілімде мөлдіреп, інжу моншақ көзімде тұрды тонып, сол моншақты сағыныш сезімімдей белгідеп, тағып жүрмін мойныма алқағылып. Ойда сол бір кезің, тұнып мөлдір көзің, жаным ойлашы сен, алдамаймас сезім, егілгенде елжіреп, көңілімде мөлдіреп, інжу моншақ көзімде тұрды тонып, сол моншақты сағыныш сезімімде белгідеп, тағып жүрмін мойныма алқағылып. Егілгенде елжіреп, көңілімде мөлдіреп, інжу моншақ көзімде тұрды тонып, сол моншақты сағыныш сезімімде белгідеп, тағып жүрмін мойныма алқағылып. Жаңа әңгімеңіздің басында өзіңіз айттыңыз ғой, әкеңіз көретін сізді өнерден. Иә. Мектеп бітіргеннен кейін оқуға түстіңіз сол музыкалық бағытқа. Ой, мен деген 8-ші класты 8-ші сыныптан кейін Қызылорда қаласындағы музыкалық училищеге оқуға түстім. Мектебім жібергісі келмеді мені. Өйткені мектептің звездасы болдым. Содан мамам енді әйтеуір өзінің абыройын салды ма, өзінің мінезін салды ма, мектептен алып шықты менің документін. Сөйтіп музыкалық училищеге оқуға түстім. Ол училищеде менде бірінші колоратурный сопрано деген постановка қойды. Ал мен өзім кішкентай кезімнен әкем маған Алла Пугачева сияқты әнші боласың деген ғой. А маған эстрада әншілерін айтын. Сөйтіп
айдан кейін училищеден мен кетіп қалдым. Оған себеп болған ауылдағы Рамазан Тайманов деген өздеріңізге белгілі композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Сол кісінің ауылда жинап атқан ансамблі. Ол ансамбльге келіп жатқан жаңа аппаратура себеп болды. Айтым жоқ, мен ауылға барып қайтадан әнші боламын деп, училищені тастап, келіп маэстраны айтып кеткенсің ғой. Сонда әкем содан ауылдың звездасы болдық. Ол 15 жасында бастап енді біздің ауылда менсіз концерт өтпейтін болды. Қасымда Роза Қаратаева деген құрбым бар болатын. Аллаға шүкір қазірде бар, бірақ Роза Қаратаева қазір Талғардың заслуженный артисі, тамадасы. Сол Роза екеуміз кішкентай кезімнен мектепте әнші болдық. Одан Рамазан Таймановтың ансамбліне бірге келдік. Содан ол ауылдың Роза Рымбаевасы, мен Алла Пугачевасы. Содан жаңағы Розаның айтатын репертуары тек Рымбаевский, менікі только Пугачевский. Сөйтіп Рамазан Тайманов ағамыз екі жағына жетектеп әнші қылды бізді ауылдың. Содан Дом культурада ән айтамыз. Менің шешем қызмет жасайды. Жиналысқа келеді. Жиналыстан кейін концерт болады. Сосын бәрі, ой, Күлпеке, қызыңыз әнші екен, керемет екен деп, мамама бәрі комплимент айтады. Сосын мамам үйге келеді де, шай ішіп жатқанда, әй, осы сен неғып ауылдың жиналысына бармадың? Қызымыз ән айтты. Бүкіл ауылдың жаңағы ол кезде секретар дейді, бірінші секретарлары маған рахмет айтып жатыр. Сондай кезде қасымда тұрмайсың ба? Неге келмедің бүгін жиналысқа деп папам айтады ғой. Сөйтсе папам айтады, не қыламын мен сандалып Дом культураға барып. Мен қызымды үйде жатып телевизордан көрем дейді. Сонда мен 15 жастамын. Мысалы, ауылда менімен қатар талай қыз ән айтты. Мысал үшін да. Сол үлкен сахнаға шығатыны бар, шықпайтыны бар. Сонда менің әкемнің бір жағынан сол айтады ғой, мысли материализуется дейді. Әкемнің жақсы сөз жарымырыс деп айтқан әңгімелерінің бәрін Аллах тағала періштелер әумин деген болар деп ойлаймын енді. Жалпы сөйтіп мен 18 жасымда Алматыға барам, конкурсқа қатысам, әнші болам деп тұрған кезде әкем о дүниелік болып кетті. Менің сахнаға шыққанымды, менің теледидарға шыққанымды көре алмады. Сол бірақ мен айтам, бәрібір де көрді әкем деп. Әлде де мен сенем ол кісінің мен әлі күнге дейін қасымда жүргеніне. Сіз әкеңізге арнап ән орындадыңыз, бейнебаян түсірдіңіз. Жаңа да сөзіңізде бір айтып қалдыңыз ғой. Осы кісіге тұрмысқа шығуымның бірден бір себебі мүмкін әкеме ұқсатқан шығармын деп. Сіздің жолдасыңыз сол бейнебаянда ойнады, әкеңіздің рөлін ойнады. Жаңа бір әңгімеңізде де айтқан болатынсыз, көп әншілер әкеге ән арнай қоймайды. Көбінесе анам, анашым деген сияқты. Сіздің репертуарыңызда алғашқы әніңіз ба? Ұзақ келдіңіз ба? Жалпы осы әнге ұзақ таңдадыңыз ба? Жоқ. Бұл ән мен таңдап десем болады. Өйткені бұл әннің авторы, бұл әннің әкесі Кеңес Төсекеев. Өзіміздің қазіргі күні тарихи тұлға деп айтсам артық айтпаймын. Кеңес Төсекеевті білмейтін қазақ жоқ. Кеңес Төсекеевтің әніме бүкіл халық артистері халық артисі болды. Осы Кеңес ағам бір күні маған, әй, Жакуне дейді мені. Мен байқаймын, талай композиторлар, талай ақындар анаға арнайды бірінші әнді. Ана туралы әндер бар, бірақ әкелерге ән аз. Мен өзім әкемнен ерте қалғанмын деп. Мен әкенің махаббатын көрмеген адаммын. Әкенің астық алақанын көре алмай кеткен адаммын. Тұманбай Молдағалиев деген ағаң, ол кісі де әкесінен ерте қалған екен. Сол Тұмекең екеуміз отырып, осы бір Жан әке деген әнді шығарып едік деді. Ол ұсынысым болып еді менің деді. Әкемізге арнайық деп. Ең өкініштісі осы Жан әке эфирге шыққанын
Томекең де көре алмай кетті. Тұманбай аға. Жазуын жазып берді де, сөйтіп Кеңес аға айтты, әй Жаконя, бұл әнді де әкесі жоқ адам ғана жеткізіп айта алады дейді. Сондықтан да мен білем сенің папаң қыз екенін. Осыны сен орындауың керек. Мен айттым, ойбай аға, сізде тұлғалардың маған осындай жүрегінен шыққан, сағыныштан туған әнін тапсырудың өзі, маған сенім артудың өзі, маған үлкен мәртебе. Біріншіден, екіншіден өте үлкен жауапкершілік. Сондықтан да мен орындауға дайынмын деп осы әнді алдым. Сол жылы мен әкемді дүниеден өткеніне 30 жыл болған екен. Сол әні мен өлеңі үйлескен ән клипқа түсіретін кезде мен айттым, мен осыны әкеме арнаймын. Осы әкелерімізге арнаймыз деп. Әкемнің суретін қойып, жолдасымды ойнаттым. Бейнебаян арқылы не көрсеткіңіз келді? Бейнебаян арқылы тағы да әке мен баланың махаббаты мәңгілік. Өйткені бейнебаянды қарасаңыз, кішкентай қыз. Менің көршімнің қызы, Әлішердің қызы. Көршімнің қызы өзімнің жерлесім. Менің шашым тура сонда екі өрім болатын. Сөйтіп, менің әкем шашымды өріп беретін еді ғой мектепке баратын кезде. Тас қылып екіге өріп, қайырып, бантик тағып беретін. Сол сенімі талай үйреткен, өмірге дайындаған, айтқан әңгімелері. Сосын әнді айтып жатқанда байқасаңыз, жаңағы кішкентай қызбенен ойнап отырады да, скамейка бос қалады ғой. Сол кезде ол қалса да, скамейка бос болса да, жадымда, жүрегімде деген сияқты. Сондықтан да жалпы қыз бала әкесіне жақын болады ғой. Сөйтіп, сол бейнебаян арқылы, сол өнебе айтып жүрген әкеммен екеуміздің ортамыздағы махаббатты көрсеттім деп ойлаймын. Жаңа енді әңгімеміздің басында да сіз айтқан болатынсыз. Айтып жатырық қой, бағдарламамыздың аты талантым тағдырым. Сіздің жеке өміріңізге де әсер еткен екен. Бір байқаулардың бірінде болашақ жолдасыңыз сізді көріп қалған екен. Сол таныстығыңыз туралы айтып өтіңізші, қалай болды? Менің жолдасым ол кезде отан алдындағы борышымен орындап әскерде жүрген кез екен. Мен сол Юрмалада Қазақстанды атынан әнші болып шыққан кезде, Қазақстанның әншісі болып шыққан кезде, ол кісі мені телевизордан көреді, армияда жүріп. Сосын ойлайды, о, мұна Қазақстаннан бір жас әнші шыққан екен, ой, бой ұзын екен, фигурасы мықты екен деп армияда жүріп. Содан ол армиядан келеді, оқуға түседі, оқуын оқиды. Сол ойында қалып кеткен болуым керек енді. Содан бір күні ол жатақханада көрші жігіттің бөлмесіне кіріп қалады ғой. Сөйтсе менің афишамды көреді. Сөйтсе ол менің курстасым Бақыт Бөкебаев деген жігіт. Ол Бақыт Бөкебаев қазір біздің мемлекеттік цирктің директоры. Сіздің афишаңыз сол кісінің бөлмесінде? Соның бөлмесінде тұрады. Сосын кіріп кетті, мына қыз, анау жас әнші сол емес пе дейді. Жеңісқа қоя. Ол менің курстасым деп анау мақтанады. Қой таныстыршы дейді. А менің курстасым, анау спортсмен, бұзық, таныстырғысы келмейді. Сөйтіп, таныстырам дейді, таныстырғысы келмейді екен жаңа. Кетер, ана, әртіс. Мені қимайтын көрінеді жаңа менің күйеуіме. Сен бұзықсың деп. Содан күйеуім жатақханаға келеді ғой. Сіздің? Тағдыр ғой бұл айтпақша. Бұлай қызық болады. Жаңа менің қасымда жолдас қызым бар. Сол екеуміз бір күні Көкбазарға бардық. Жаңа жыл қарсы аламыз деп жүрміз. Сол ескі жаңа жылдың алдында бөлмемізді ақтап, үш қыз тұрамыз өзі. Жансұлу мен үшеуміз. Содан Көкбазарға барамыз. Көкбазарға барсақ, Жансұлу біреумен амандасып қалды, бір екі жігітпен. Мен бетіп бір қарадым да кетіп қалдым. Мен танымаймын оны. Сөйтсем, Жансұлудың танысы екен жігіт. Қасында жаңа менің жігітім тұр. Болашақ. Сөйтсем, сол жерден көріп қалады ғой. Сосын, мынау ана әнші қыз емес пе?
болды кеттік, мен осы қызбен танысқым жүрген деп сөйтіп жатақханаға келеді ғой. Енді ана қараса енді ана жоғарыдан бұйрық деп ойлаймын енді. Ол мені бірінші рет юрмаладан көреді. Сосын афишадан көреді, курстасымнан. Ақырында көк базардан үшінші рет тірілей көреді ғой. Айырылмайын дейді ғой сосын. Тағы да жаңағы мен себеп болып тұр ғой. Қасындағы жігіт менің жолдас қызымның кезінде екеуі театральный институтқа бірге тапсырған ба, таныс болып шығады. Сөйтіп ой келіңдер, ой жатақханадамыз, о деп кетеді ғой. Соны бір күні мен келсем бөлмеме, бір екі жігіт отыр. Сәлем, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Жансұлудың достары ғой дедім да, қараған жоқпын, өзімше болып жүрмін ғой. Содан жаңағы жігіт келгіш деп бастады. Мен айттым, Жансұлудың достары ғой деп ойлап жүрмін ғой. Сөйтсем ол баланың жағалағанына сонда 87 жылдан 92 жылы танысып тұрмыз ғой сонда. Сонда сыр бермейді ма? Сіз оған ұнайсыз деген кішкене бір әрекет жасап, әңгіме айтып, бір жерге шақырып. Ең қызығы әңгіменің қызығы енді басталайын деп тұр. Мен ойлап жүрмін ғой Жансұлуға келіп жүрмін. Иә. Бірақ киноға барамыз, үшеуміз барамыз. Концертке барамыз, үшеуміз барамыз. Туған күнге барамыз, үшеуміз барамыз. Ойлап қалдым, не қылып жүрміз үшеуміз? Сонан бір күні ол кезде мобильный телефон жоқ, ана жатақханаға звондайды. Жатақханадағы ана вахтерша, «Женя, сен телефонға» деп келсем, жігітім звондап тұр. Мен тренировкадан шығып кинотеатрдан бір билет алдым. Күшті кино болып отыр екен. Соған такси ұстап кел, мен сені қарсы алам. Целинный деген кинотеатр. Қарсы алам. Сол жерден өзім қарсы алам деді. Сосын Жансұлу деп едім. Ой, енді 2-ақ билет деді. Енді Жансұлу тастап кеткен ұят қой деймін да. Ойлап тұрмын енді. Мүмкін Жансұлу туралы менен сұрағысы келіп тұр ма деп қоямын еще. Алдында маған жаңағы подругам айтқан. Яха деген подругам бар, шешеннің қызы. Жеңіс, сен неғып аузыңда жүрсің? Сен неге тоқтасын шақырған жерге Жансұлуды сүйретіп алып, мен айттым, енді ол Жансұлуға көрсем, сен басың істеме, ол саған келіп жүр дейді. Жоқ десем, мен оны көзінен байқап тұрмын ғой, ол саған сен іздеп келеді ғой жерге дейді. Мен айттым, жоқ, ол кішкентай ғой, жас қой ол деп қой. Менің күйеуім жас көрінетін, әлде де жас көрінеді. Бірақ құрда, менен үлкен ол. 3 ай үлкен менен. Содан не керек? Жолда енді ұялып тұрмын Жансұлуды тастап кетеді. Жансұлу көріп, тоқа звондап жатыр, мені киноға шақырып жатыр. 2-ақ билетім бар деп айтты. Маған кел деп жатыр деп ем. Да? Деп ол ренжіңкіреп қалды. Сосын Яха айтты. Жынды ма енді күтіп қалды ғой, барсайшы деп ана Яхамен итеріп жіберді. Мен жігітпен жүрмегенмін ғой. Вообще жігітпен жүріп көрмеген адам болған деймін. 3 адам болып жүріп үйреніп кеткенбіз дейсіз ғой. Ана жігіт мен кинотеатрға мен қалай барам деп тұрмын. Содан Яха менен 4 жас үлкен, енді ана сообразительный. Мен итеріп шығарып, бар енді күтіп қалып ұят болады, кино басталып кетеді. Такси ұста да жүгір деп. Ой, Яха өзі салып жіберді мені таксиге. Жалғыз жібермей. Содан жігітім күтіп алып кинотеатрға кірдік. Кірсек жарты зал ана жерде. Өтірікші, не ақшаң болмай қалды ма 3 билет алуға? Мына жерде адам көп екен ғой деймін да мен. Сөйтсем айтады. Ой, адам жоқ екен ғой мына жерде деймін да. Өтірік айтасың ба көріп. Ақшаң болыңды аядың ба не 3 билет алуға? Адам жоқ қой мына кинотеатрыңда деп жаңағы ренжіп отыр. Сөйтсем айтады. Енді өмір бақи үшеуміз жүре береміз ба? Дейді маған. Сосын бір күшті ойлап қалдым. Сен не? Ұйқыңнан дұрыс оянған жоқсың ба деп қоямын жаңа. Ұялам мынау жынды ма деп. Содан не керек екеуміз шықтық. Сол кинотеатрдан бітшіт кино әйтеуір. Қандай кино екенін де қарамаған ғой. Бір жаңа кино. Түкте қыз қылығыңыз жоқ екен ана жерде. Сосын айтты, құрсашы мына еще ана кино бір ұятсыз нәрселер көрсететін жерлер болды да. Біз енді қазақ тәрбие аналар кешке дейін жабысып сүйісіп бітшіт төсектерді көрсететін айтам. Бүйтіп отырып мен. Кетші мына кино ұнамайды, кеттік деймін. Кеттік деп содан екеуміз шығып кеттік жаңа. Қазір ойлаймын ана жерде басқа жеңіс ана жерде. Қазір мен басқамын ше. Қазір апарса басқа бірдеңе дейін деп тұрсыз ғой. Мыналарға не көрді деп спокойно айта берерім ше. Ана қарай алмайсың ана сүйісіп жатқанда. Өлдің ба қойсайшы дер едім мен қазір ше ана сондай болса.
Содан жаңа екеуміз Целинадан жатақханаға дейін жаяу келдік. Әлі есімде көктем, апрель айы ғой деймін. Ой, әдемі Алматының әдемі көктемінде сөйтіп, содан әңгіме айтып жаңа. Маған айтады, сен қалайсың, туда-суда, қолымнан ұстайды, құшақтайды. Деп қоямын. Содан жатақханаға келдік, жатақханаға кетіп баратын кезде мен бетіне сөйтіп, мен сен жұмысын ба деп қоямын. Содан кет деп, сөйтіп, яқа, анау шынымен маған келіп жүр екен. Ана менің бетімнен сөйтіп деп. Көрген киномыз анау дейміз ба? Көрген киномыз анау, кино бітті екен деп. Сол подругам онан қарамай қалды ол. Сөйтіп, ол да айтады, кетші анау пацан сияқты ғой деп, мен сенбейді. Сөйтсе, яқ айтады, нормально. Ертең семьялы болғаннан кейін әпедемақ жігіт болады деп. Сөйтіп жүрдік әйтеуір, дос болдық. Сосын жаймен кім яқа күнде айтады. Болды, жасың 25-ке келді. 26-ға кетіп баратсың. Жігітпен жүру керек, саған күйеуге тию керек. Одан Гүлнар әпкем күйеуге тию керек, жігітпен жүру керек деп. Сосын мынау жігіт келіп тұр. Сосын жүріп бастадық. Жүру керек деген осындай екен деп. Бір қызығы сізге көңіл жаңағы бөліп, өзінің әңгімесін айтып, жаңағы сырлармен бөлісіп деген сияқты. Ол еще мен үшін экзамен тапсырады ғой. Мен ол кезде Талдықорғандағы Талдықорғандағы педагогикалық институттың музыка факультетінде оқимын. Менің бүкіл рефератымды, бүкіл немді сол күйеуім жасап береді. Дос болып жүрген жігіт қой, ол өзі тренер. Мен өлең айтып жүрем, уақыт жоқ маған реферат жазуға. Сессияға өз шығарып салады. Бүкіл сабағымды оқып береді. Рахат болды маған. Сөйтіп жүріп, әйтеуір күйеуім қызық. Үйрендік қой енді бір-бірімізге. Содан енді үйленейік десем, ол әлі менен сескенетін сияқты. Мынау жап-жақсы қыз, ертең мінез шығып кетпей ме деп те ойлайды ғой деймін. Содан не керек, әңгіменің қысқасы. Үйленуге келген кезде жігітім тұрмыз берді ғой. А менде мынандай болатын. Мен жігітпен жүрем, сол жігітке күйеуге тием. Бірінші қолымды ұстаған жігіт менің күйеуім болу керек деген мынандай не кетіп қалған ғой. Ол сіздің еще бетіңізден сүйіп қойды. Ол мен бетімнен сүйіп қойды. Бұл мен оған түйім керек қой. Сөйтіп айтты, мен қой жүр кеттік деп, ақырында өзім ЗАГСке жетек деп апарған. Сондай әңгіме. Бұны мен бұрын айтқанмын негізінде. Енді содан ақ байқалады ғой сіздің мінезіңіздің қандай екендігі. Өзі ғой бетімнен сүйіп, не әуресі бар. Ол бетімнен сүймегенде мен может оны ЗАГСқа апармайтын едім. Арада қанша уақыт өтті? Көп ұзаған жоқ. Көктемде бетімнен сүйді. Октябрьде мен оны жетектеп ЗАГСқа апардым. Отчет содан басталып тұр ма? Өйткені уақыт кетіп баратыр, 26-ға келдім уже. Сосын мен хотя бы бала туып алайын дедім ғой. Өйткені законно күйеуге шығу керек қой, законно туу керек. Сосын ары қарай көреміз дедік. 28 жыл болып оказывается. Көріп жүрік дейсіз ғой. Көріп жүрміз. Әлі ойланып жүр күйеуім. Енді қазір Құдайға шүкір 2 ұлдарыңыз бар. Аңсаған шығарсыз енді қыз бала дүниеге келсе екен, өзіңіз сияқты бір үйдің еркесі болса деп. Бұйырғаны болар енді. Бұйырғаны болар. Жаңа мен кішкентай ұлым айтады ғой, папа, бізде үйде 3 жігіт, 1 қыз. Біз бәріміз осы қыздың жағдайын жасауымыз керек дейді. 5 жасында кішкентай ұлым солай деген әкесіне. Аллаға шүкір, пока үшеуінің ортасында өзім қызбын. Сондай бір сахналық әріптестеріңізден сұрасақ, кейде айтып жатады да, мысалы, жұмыс, өнер деп солай уақытымыз кетіп қалды дейді. Кейбір айтады, мысалы, бала тумаған себебім сол денсаулығыма байланысты дейді. Одан кейін сол кейде бір баланың өзі жеткілікті, оның өзі деген өсіру, асырау деген сияқты, бағу, қағу деген сияқты. Сіздерде қалай болды? Бізде енді біз 90-шы жылдары, 92-ші жылы үйлендік, біз кәдімгі біздің жанұямыз біздің мемлекетіміздің егемендігімен жасты. Мен өзімде егемендік алдым, өзім жанұямнан бөлек шығып, өзімше мемлекет құрдым. Сол сияқты біздің кішкене қандай заманға түстік, тамағымыздарын тауып жейтін заманға түстік. Балалардың пеленкесін қолдан тіккен заманға түстік. Кейін оқыдым, мен де оқуымды бітірдім, күйеуім аспирантура оқыды, екінші баланы дүниеге алып келдік. Өзім 26 жасымда күйеуге шықсам. Сахнамен алысып жүріп, 2 баланы әйтеуір тудым ғой. Сөйтіп енді қыз туам деп жүрген кезде
күйеуім оқу керек болды, одан үй алу керек болды, одан үйту керек болды, одан бүйту керек болды. Сөйтіп жүрген кезде уақыт зу ете қалды. Сөйтіп жүрген кезде мен айтамын ғой, ән туам, мін туамда жүргенде срок годности истек деп. Қойыңызшы. Өткенде бір тойда сізбен кездесіп қалып едік қой Гүлнар ханымның. Ол кісі де 50-ге жақындап па босанды алғашқы тұңғыш. Иә, сол енді 50 шамасында. Сол кезде де кетер емеспін деп айтып отыр едіңіз. Енді бұйырғаны болар деп тұрғанымыз ғой. Айдың аппақ жарығы саулап, жүрегімді толқын тербейді. Махаббаттың жалыны лаулап, маған маза бермейді. Арман қайда алып ұшады, жетелеп алға бақыт құшағы. Самға бұшып сағыныш әні, көкірегіме сыймайды. Аспандағы айым, аялы сен менің. Аймала сен менің, көзімдегі күнім, күнімді жебігім. Еркін өскен еркек кезімде, алай гүлді таңдап мен үздімде. Ерік беріп елік сезімге, қиялға да жүздім де. Аспандағы айым, аялы сен менің. Аймала сен менің, көзімдегі күнім, күлімді жібігім. Аспандағы айым, аялы сен менің. Аймала сен менің, көзімдегі күнім, күлімді жібігім. Айдың аппақ жарығы саулап, жүрегімді толқын тербейді. Махаббаттың жалыны лаулап, маған маза бермейді. Аспандағы айым, аялы сен менің. Аймала сен менің, көзімдегі күнім, күлімді жібігім. Аспандағы айым, аялы сен менің. Аймала сен менің, көзімдегі күнім, күлімді жібігім. Бірақ енді сіз немерені күттіңіз ғой. Әрине күттім, иә. Немерелі болғыңыз келді, ұлыңызды үйлендірдіңіз, сондай бір керемет той өткіздіңіз. Тойыңызға қонақ болып бізде барған едік. Бірақ қайтейміз, көңіліңді жылап сұрап дей ме? Бұл айтады ғой, солай болу керек болған шығар. Тағдырдың салған ісіне не істерсің, жаным не істерсің дейді. Ол мен емес, ол менің жолдасым емес. Оларда ақыл тоқтатқан
қыз бен жігіт олардың таңдауы сол болған шығар. Енді не істейсің? Байлап тұрғызбайсың ғой бірге. Сондай жағдай болды, не істейсің? Бірақ көпшілік сол сізден көріп жатты ғой, мысалы, мінезіңіздің ауырлығынан ер мінезді деп. Бірақ сіз сол олар отбасы құрған кезде бірге тұрдыңыздар, сіз бір кездері Астанаға қоныс аударып, сонда жұмыс жасадыңыз. Мен бірге тұрған жоқпын ғой сондықтан. Иә. Мен бөлек шығып кеттім ғой. Сіз дейтіндей дегенім ғой. Енді ол біз кінәлауға жақын тұрамыз ғой, дайын тұрамыз. Кімнің ақ, кімнің қара екенін әркім өзі біледі, бір Алла біледі. Ой, мен ондай емеспін, мен сондай емеспін деп ешкімнің алдында ақталатын жағдайым жоқ, шырағым, айналайын. Иә. Сондай жағдай. Бірақ енді сонда да сіз әрекет жасаған шығарсыз. Әрекет жасадым, екі жақты кішкене қосып. Әрине әрекет болды ғой, бірақ әрекетсіз ештеңе болмайды. Әрекет болды. Енді не істеймін мен? Сабайын ба? Мүмкін бөлек шығарып жіберу керек пе еді? Сіз де айтып едіңіз ғой бір әңгімеңізде. Неге мен әңгімеңізде. шығармаймын бөлек? Шығармайсыз ба? Еш уақытта. Маған келін болам деген қыздар естеріңізде болсын. Мен бөлек шығармаймын 3 жылға дейін. 3 жылдан кейін шығарамын. 3 жылда олар маған бауыр басу керек. Мен оған бауыр басуым керек. Келетін немере маған бауыр басу керек. 3 жылда біз бір-бірімізге үйренуіміз керек. Даладан жат болып келген адам қалай болды? Далаға жат болса, өмір бақи жат болады. Сосын сәлеметсіз бе деп бір-бірімізге сөйтіп жүреміз бе? Бірге тұруымыз керек. 3 жыл мен тұрамын дейтін қыздар болса, пожалуйста, звоните. Сонда сіздің талаптарыңыз сонша қатал емес пе? Бір әңгімеңізде, бір сұхбаттарыңызды көріп шықтым енді осы кездесуге дайындалған кезде. Осыны әзірлеу керек, таңертең мына мысалы ботқаны дайындаса, сүтті қосу керек, суды қоспау керек деген сияқты бір сондай бір ережелеріңіз бар екен. Ол да бір үйдің қызы. Әр жанұяның өзінің ережесі бар. Әр жанұяның өзінің заңы бар. Әрбір жанұя ол кіші мемлекет. Әр мемлекеттің өзінің заңы бар. Әр мемлекеттің өзінің дәстүрі бар. Оның бәрі ол бір мұндай бір не емес қой. Үйрену керек қой. Айтып жатырған жоқпыз ба? Сен Қазақстанда тұрасың ба? Қазақ тілін білуің керек, дәстүрді білуің керек деп. Неге менің мемлекетіме келген адам менің дәстүріме үйренбейді, менің заңымды қабылдамайды? Менің заңымды қабылдағысы келмейтін адам ол менің мемлекетімнен бөлек тұрсын. Менің заңымды білмесе, менің дәстүрімді бағаламаса, менің заңыма бағынбаса, менің дәстүрімді бағаламаса, менің ауамды жұтып, менің суымды ішіп, менің байлығымды мен құсап бірге пайдаланып жатқасын кешіріңіз. Ал если сіз оған бағынғыңыз келмей ме? Пожалуйста. Мүмкін сіз қатты-қатты айтып қойған шығарсыз. Мен айтам, мен өте шыдамды адаммын негізінде. Ана бір бағдарлама көрдіңіз бе? Алдандым деген сияқты. Иә. Мен көп шыдаймын. Шыдаймын, біраз шыдаймын. Сонан кейін барамын да кешіріңіз деймін. Не бүк қылам, не шік қылам. Шарықтау шегі. Шарықтау шегіне жеткізбеу керек та мені. Сол кезде жарыласыз ба? Жарылғанда атомный война болады ғой бұл жерде. Баяғыда бірақ мен келінді ұрып салып қуып жүрген жоқпын. Сөзіңізге қарағанда тегі біздің ережеге бағынбаған адам деп. Ережеге Пожалуйста дегеніңізге қарағанда. Мені сол жарылсын көргісі келмей мен жоқ кезде кетіп қалып тұр ғой қыдырсын. Құрсыш әңгімені өзгертейік, кеттік. Сол жаңа айтып жатсыз ғой, сол жаңа отбасылық ережелерді айтып жатырық қой енді. Мүмкін қазіргі жастардың көзқарасы басқа шығар. Осы жерде бар ғой, сөзімді бөлгеніме кешірім өтінемін. Бізді шешеміз, біздің Қызылорданың қыздарын, өзің де Қызылорданың қызысың. Руыңа Құдай деп қояды. Бізде қыз 13-ке келді ма, нан илеуді, үйдегі тірлікті үйретті ма, айтады, ертең барған жеріңде мынандай бол, ертең барған жеріңде мына мінезіңді көрсетпе. Еркелігіңді осы жерге қалдырып кет. Ертең барған жеріңде мынаны қай көргенсіз шеше тәрбиеледі деген ат келтірме маған деп бізді миымызға құйған. Ал қазіргі менің замандастарым соны қыздарына айтпайды. Сондықтан да қыздар келіп алып өзінің законымен кіргісі келеді. Сен қызды дүниеге алып келдің бе? Сен шешесің бе? Ертеңгі күні қызың өзің сияқты үбірлі шүбірлі ана болсын, әже болсын десең, қызыңа өзіңнің басыңнан өткен заңдылықтарды көрсетуің керек. Қазіргі менің замандастарым қызға дұрыс тәрбиені беру керек. Сен қыз дүниеге келдің бе? Сен бөлек ертеңгі күнгі тағы бір мемлекеттің берекесін, сол мемлекеттің заңын келтіретін, заңын
шығаратын адамды тәрбиелеп отырсың. Тағы да айтамын, чтобы было ясно многим менің қатар замандастарыма, қыз келіншектерге, сіз қызды дүниеге әкелдіңіз бе, бүгінгі күні өз мемлекетіңіздің берекесі менен заңын ұстап отырған сіз болғандықтан, сіз ертеңгі күні тағы да өз мемлекетіңізден шығатын мемлекеттің берекесін келтіріп, сол мемлекеттің заңына бағынатын баланы тәрбиелеп отқаныңыз ұмытпаңыз деп айтқым келеді. Ал ер азамат, ол әрдайым ер азамат болып қалады. Қазақта мақал бар, алтын басты әйелден бақа басты еркек артық дейді. Еркек ол әрдайым еркек болып қалады. Ол еркек қырсықса тастайды да кетеді, басқа қатын алып өзінің заңына бағынатын адамды бағындырып алады. Сондықтан да неге бізде қазір әкесіз өсіп жатқан балалар көп? Әйелдердің шыдамсыздығы мен әйелдердің кезінде заңға бағынбағандықтарының кесірінен. Мен айтып тұрған жоқ, әйел өткенде менің бір интервьюімде айтыпты, келін құл болу керек деп. Келін емес, әйел құл болу керек. Әйел өз жанұясының, өз мемлекетінің құлы болады. Неге сен құл болмайсың? Сен бала таптың, ана азаматқа жауапкершіліксің. Ана азамат келген кезде сен сол азаматтың тамағын істейсің бе? Істейсің. Киімін жуасың ба? Жуасың. Тыныштығын ойлайсың ба? Ойлайсың. Құлы мейне. Сол кезде ол азамат сені бағаласа, бағаламаса, ол азаматтың топастығы. Ал сондайды көрген бала да, қыз да ертең өз мемлекетінің берекесін келтіріп, бір-біріне қызмет жасап отырады. Егер де келіншегің үйіңе келгенде жағдайыңды жасап, балаңды алдыңа беріп, тамағыңды жасап, төсегіңді дайындап отырса, ол алаңсызым, хайуан емес шығар, соның бағаламайтын. Біз әйелдер өзіміз құртып аламыз. Өзімнің басымда да өтті. Әңгімен басында айттым, еркек болдым, бетімнен ешкім қақпаған. Мен үшін жоқ болмайды деген сөз болған жоқ менің жанұямда. Әкем мен шешем, 2 ағам бар, 2 апам бар. Тәтелер, көкелер былай жетіп жатыр, бәрі алағына салған. Күйеуге тегеннен кейін күйеуім көп балалы семьядан шыққан. Ол әсесу түсінбейді ол. Ол өзімен өзі өскен бала. Көп балалы семьяда бала бір-бірін бағып өскен. Әкесінен ерте айырылған. Мынандай махаббат жаңағы ондайды жаңа шөшекке тетпейтін жігіт. Маған сол жетпейді. Жеңкабай деген жетпей тұр маған. Содан кішкене ырғыңдап бір бүйтіп мінез көрсетіп еді. Байым деді. Жеңка, қой, сен ақылдысың ғой, олай жасама деген жоқ. Деді маған. Мен үйренгенмін ғой, біздің жеңка ақылды ғой, онда жаман сөз айтпайды ғой, немесе онда. Жақсы сөз естігіміз келіп тұр ғой, жұбатқанның өзінде де сондайды көріп қалған жеңкаға күйеуім маған, қой жаным, олай істеуге болмайды ғой, олай нельзя так деген жоқ ол. Қой деді. Мен тарс қайырылып, ол кезде үлкен ұлым бар, әпкем үйіне бардым. Әпкем үйінде жүрім. Сосын әпкем, кеш батты ғой, қайтпайсың ба үйіңе деді. Неғып жүрсің деді. Ой, әшейін сені сағынып кетіп келдім дедім. Ой, сағынсаң шайын бер, тамағын бер. Сосын бір кезде, кеш батты ғой, қайтпайсың ба деді. Айбатырға айтты, папасымен жүр дедім. Қайтса шөге деді. Өле қайтқым келмей тұр дедім. Неге деді. Қош, ренжіп қалдым, анау-мынау. Бүгін саған жата салайыншы дедім. Еш уақытта үйіңнен кетіп, әдетке айналдырма. Бұл жаман әдет. Ренжісең, бүгін ренжісең, ертең татуласасың. Басыңды қатырма деп мені желкемнен ұстап, машинеге отырғызып жіберіп, өйтіп келетін болсаң, үйіме кірмейсің деп. Әпкем, шешем емес. Сонан кейін қайда барасың? Көндіңіз. Сонан кейін барып, жаймен үйренесің. Сосын әкеңнің сөзі бар, ақылдысың ғой деген. Қой, ырбыңды біткен жері осы шығар енді құрысын енді, еркелікті қояйық деп, сосын есіңді жиясың. Енді әке-шешеңізден көрген тәрбиеңіз бар, өмірлік тәжірибеңіз бар. Енді балаңыз үйленіп ажырасты. Енді Алла бұйырса тағы да үйленіп балалы болып жатады. Осы тұрғыдан сол ер балалар сізге қарап, енді сіз бәрібір ер мінездісіз ғой.
жол сілтейсіз көрсіз мен- кішкене қорқақтап қалмай ма мысалы сізге Балалар қарап бар? иә Мен жоқ. ертең анамыз тағы не деп қалады ұната ма ол қызды Жоқ, бұл ұнатпай жерде ма менсіз болып тұрған дүние ғой. өзара Өзара. Біріншіден, екіншіден. Мен үйде ашуланған кезде ғана көтерілемін. Оған дейін айтып отырмын ғой. 2 балам менен күйеуімнің құлымын мен үйде. Мінекей бір жаққа шығатын болсақ, киіміне дейін дайындап қоямын балаларым. Таңертең тұрғанда ананы іштің бе, мынаны жедің бе, көңіл күйің қалай, даладан келгенде көңіл күйің қалай, таңертең тұрғанда бүгін қандай жоспарларың бар, жоспарлары болмаған кезде ғана бүгін маған керек еді деп. Мысалы бүгін сізге келер кезде мен ұлыма айттым, балам сенде бүгін қандай жоспар дедім, түстен кейін жұмысым кешке қарай деді, бар деді. Онда менімен бара аласың ба? Сондай болды. Сосын әр уақытта сен сөйт, сен бүйт, сен сөйтпе, сен бүйтпе деп мен айтқан емеспін балаларға. Жарайды, говорю, сүйіп тұрсам бөлек шығарсың, может быть. Мен енді өзімнің заңымды бұзайын деп. Сөйтіп отыр жоқ мама деп. Менің семьямды қабылдамаған адамға мен несіне барамын деді. басқа нәрсе көріп үйренген ғой бала үйде басқа нәрсе көрді ғой Басқа нәрсе көріп үйренген. Өйткені үйде бізде ойнап күліп қалжыңдап бір-бірімізге. Сосын бізде мынандай сен істе, мен істе деген жоқ. Бәріміз біріміз бірдеңе жасап жатсақ, бәріміз бір-бірімізге көмектесіп жүреміз. Мынау сенің міндетің, мынау сенің міндетің деген ондай жоқ. Мен үйде еркек те бола берем, айтады ғой, далада батырмын, үйде қатынмын деп. Мен сырт көзге ғана сіздерге батырмын, а мен үйде таза қатынмын. енді құдайға шүкір осы уақытқа дейін көптеген жетістіктерге жетіп жатсыз ғой өнерде бірақ мен қателессем түзетерсіз жеке шығармашылық кешіңізді берген жоқсыз бердіңіз ба Жеке шығармашылық кешті соңғы жылдары берген жоқпын, бірақ жеке шығармашылық кешім менің 2001 жылы болды, 2005 жылы болды. Содан кейін берген жоқ. содан бері қанша уақыт өтіп кетті Содан бері қанша уақыт өтіп кетті, құндылықтар өзгеріп кетті бізде. 15 жыл Иә, бізде құндылықтар өзгеріп кетті. Қазір клипке көңіл аударып кеттік. Бизнес, шоу бизнес қылдық. Ал жеке концерт былай не қылғанға уже балалар өседі, балаларды оқыту керек, ол үлкен қаржыны керек етіп тұрсыз ғой. Сосын жеке концерт жасау үшін үлкен қаржы керек, үлкен дайындық керек. Бізде жанұяң болғасын, тірлігің болғасын, туғаның болғасын, туысқаның болғасын, әйтеуір бір үйлеспей қалып жатады. Мысалы қазір концерт қояйын деп едім, мен спонсор боласың ба деп біреуге сұрағаны ол маған ұят. бірақ бәрібір сізден концерт күтеміз біз Алла қандай бұйырса. керемет әндеріңіз бар есіңізде болса 2015 жылы ма еді жұлдыз шаңырақ бағдарламасымен сіздің үйіңізге барған болатынбыз менің жаңағы бала кезімдегі альбомды көрсеткен болатын иә 96 жылы әнші балапан байқауына қатысып мен сол Қызылордада сіз сол кезде қонақ болып келгенсіз сол байқауға сіздің қолтаңбаңыз әлі тұр маған жазған тілегіңіз әлі тұр сонда маған жеңсіз Қақова деген ол кәдімгідей жаңа айтып жатсыз ғой енді композиторды көргенде сондай бір ерекше болатын деп сол менде жаңа сізбен Алматыға келіп кездескенде тілдескенде сондай бір ерекше әсер қалдырдыңыз маған сондықтан сізге деген құрметім ерекше мен сізден бір тағы да әдемі әндерді күткім келеді тағы да бір бейнебаяндарды көргім келеді Жақсы бір бейнебаянменен әндер мінекей дайын тұр. Алла бұйыртса соған куә боласыз. Осы сіздің эфирге шығам дегенше де шығып қалар болды. Алла бұйыртса болады. Қазір Аллаға шүкір, кішкентай ұлым да музыкаға жақын, әнге жақын. Сосын қазір жастармен де неғылу керек, ақылдасу керек, оларды тыңдау керек. Сол екі баламның ұсынысымен тағы бір жақсы әндер шығып жатыр. қолдау керек болса міндетті түрде хабарласыңыз айтыңыз Алла бұйыртса, иә. біз енді тілекшіміз ғой қашанда Рахмет. сондықтан сіздің жаңағы әндеріңіздің де өзі ерекше көңілді жаңа шыққан бейнебаяныңыз жаңа күн бір ерекше сезім жаңа айтып жатырық қой
қазір хайптың заманы, өзіңіз айтып жатсыз. Той бизнес, шоу бизнес, бір ән тыңдасақ та бір мән мағынасы жоқ. Сіз сол бұрынғы қалпыңызда қаншан көрсек те күліп жүресіз. Рахмет. Осы жолыңыздан таймаңыз, осылай бізді қуантып жүре беріңіз. Енді ол отбасы болғаннан кейін шағын мемлекет, ол әртүрлі жағдайлар болып жатады. Оған енді қарамастан сіз халықтың адам болғаннан кейін сіздің әрдайым көңілді жүргеніңізді қалаймыз. Рахмет. Өнеріңізде де көптеген жетістіктерге әлі де жете беріңіз. Рахмет. Немерелі болыңыз. Әмин. Өзіңізге ұқсаған кішкентай қыз бала дүниеге келсін. Аузын жаппай сақылдап сөйлеп жүретін бе? Иә, өзіңізге ұқсаған. Мінезі де, сөзі де. Рахмет. Рахмет үлкен келгеніңізге. Сіздерге де.